Баршаңызға қайырлы күн. Оңай, тез желініп кететін салат дайындаймыз. Видеоны қарап, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен бізге тауықтың еті қажет болады. Қайнатып суытып алғаннан кейін ұзыншалап соломка қылып турап шығамыз. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарап, көріп жасасаңыздар болады. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі видео шыққанда сіздерге бірінші болып көрініп тұруы үшін. Одан кейін алмамыздың қабығын ашып, оны да жіңішке қылып, соломка қылып турап шығамыз. Немесе теркадан өткізіп алсаңыздар да болады. Кез келген алманың түрі жарай береді. Қызыл болсын, сары болсын. Мен осылай жасыл түрін таңдадым. Турап болған алмамызды араластыратын табамыздың үстіне барлығын бірге қосып сала береміз. Қанша мөлшерде қосатынын өздеріңіз адам басына қарай есептесеңіздер болады. Одан кейін огурцымызды осылай соломка қылып турап шығамыз. Бұны да теркадан өткізіп алсаңыздар болады. Осылай барлығын қосып болғаннан кейін қайнатылған жұмыртқамызды да соломка етіп турап шығамыз. Барлығын бірге қосып болғаннан кейін картофель пайымызды дайындайтын боламыз. 3-4 картошканы аршып, теркадан өткізіп, салқын суға 2-3 қайтара жуып алдым. Одан кейін салфеткамызға осылай төсеп, кептіріп алғаннан кейін майымызға осылай қуырып алатын боламыз. Қатты қызартып қуырмаңыздар, осылай сарғыш болса жеткілікті. Бұның тек қана салатқа жартысын қосамыз, жартысын әсемдік үшін бетіне салатын боламыз. Осылай барлығын қуырып алғаннан кейін табамызға жартысын салып, бір банка жүгері салып, барлығын жақсылап араластырып, қажет десеңіздер жаңғақ қоссаңыздар да өте дәмді болады, дәмі жақсы үйлеседі. Дайын болған салатымызды осылай тарелкамызға салып, бетіне картофель пайымызды салып, ұсына бересіздер. Менің арнамда бұдан да басқа салат түрлері, ыстық тағамдар, торттар, пирожный, пирогтар бар. Кіріп, қарап көрсеңіздер болады. Осылай оңай дайындалады. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.